Сәлем достар, сіздермен бірге уақытпен өлшеу YouTube арнасы. Кино белгілі бір топты емес, бүкіл қоғамды жаппай қамтитын, сол арқылы адам баласының көңіл күйіне, санасына зор ықпал ете алатын өнер түрі. Кино әлемі күн сайын дамып келеді. Басында ақ-қара түстен басталған фильмдер бүгінде түрлі түске боялды. Қазіргі таңда көрермен көзайымына айналып, чиви алып жүрген туындылар көп. Осы тұста командалық жұмыстың еңбегі зор. Алайда киноның басты бет бейнесіне айналатын актерларымыздың да еңбегін айтпай кетпеуге болмайды. Өткен шығарылымда сиқырлы әлемге саяхат жасап, Гарри Поттер фильміндегі актерлардың бүгінгі күніне тоқталдық. Ал дәл қазір криминалдық драмаға кезек берейік. Арнаға тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Вот и все. Вот и вся моя жизнь. Чаша моя, видать, переполнилась. Бұл сөздер сізге таныс шығар. Бұл 2007 жылы көрерменге жол тартқан отандық «Рекетир» фильмі. Ақан Сатаев режиссерлік еткен 90 минуттық бұл туынды өз заманында, тіпті қазірде көрермен арасында танымал. Бюджеті $800 мың, ал кассалық түсімі $1,200,000 мың құраған фильмнің екінші бөлімі де шыққан болатын. Ал үшінші бөлімі алдағы уақытта шығады ма? Осы сұраққа видеоның соңында жауап береміз. Сондықтан да видеоны аяғына дейін көреміз. Фильмде Саян есімді басты кейіпкердің өмірі мен 90-шы жылдардағы оқиғалар бейнеленеді. Өз кезегінде қазақ киносының тарихындағы ең алғашқы кассалық фильм атанған «Рекетир» киносында кімдер ойнағанын еске түсірейік. Біздің арнадан алыстамаңыздар. 12 жасынан бастап бокспен айналысқан, жасөспірім кезі кеңестік дәуірдің ыдырау жылдарында тұспа-тұс келген басты кейіпкер Саянның рөлін Саят Есенбаев сомдаған болатын. Саят Есенбаев 1975 жылы Атырау қаласында дүниеге келген. 1993 жылы Александр Владимирович Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесін тәмамдаған. Мамандығы бойынша біршама жыл жұмыс жасады. Денсаулығына байланысты жұмысын аяқтап, кәсіп саласына бет бұрған Саят 2000 жылдары кино саласына келеді. Биден бизнеске, кейін киноға Саяттың көгілдір экранға шығуына кім себепкер болды? 1997 жылы режиссер Марат Ибраевпен танысқан Саятқа кино әлемінің есігі ашылған болатын. Нәтижесінде 2000 жылы алғашқы рөлін сомдап, кейіннен «Каждый взойдет на Голгофу», «Плач матери о Манкурте» фильмдеріне түседі. Біраз танымалдылық әкелген «Рекетир» фильмінде 2007 жылы басты кейіпкерді сомдады. Актердің айтуы бойынша «Рекетир» фильмінің іріктеу кезеңіне дайындықсыз барған. Саянның рөліне бекіткеннен кейін 16 келіге дейін салмақ тастауға тура келген. Жастардың арасында танымал болған кинодан кейін Саят жол апатына түскен. Актерлық мансабындағы өзгерістерге байланысты Саят Есенбаев көбінесе қосалқы рөлдерді сомдаған. «Рекетирден» кейін «Сказ о розовом зайце», «Время патриотов», «Шестой пост», «Город мечты», «Асан», «Подружки», «Ағайындылар», «История одного отката» фильмдерінде ойнаған. Бүгінде актер 47 жаста. Кәсіппен өз жолын тапқан Саят Есенбаев әлеуметтік желілерде белсенді. Шығармашылық қоржынында 15-ке жуық туынды жинаған актер халық арасында «Рекетир» киносымен есте қалған. 2 бөлімнен тұратын аталмыш туындының актер үшінде орны ерекше екенін Instagram парақшасынан да аңғаруға болады. 16 жыл біреуге көп, біреуге аз болар. Алайда «Рекетир» фильмінің экранда жарық көргеніне 16 жыл болды. Кинода басты кейіпкердің бірі Русланды сомдаған Мұрат Бейсенбиннің 16 жылдағы өзгерісіне тоқталайық. «Это наш старший брат, Руслан». Сыр елінен шыққан танымал актер шығармашылығын «Каждый взойдет на Голгофу» фильмінен бастаған. «Рекетир» мен «Ағайындыларда» Русланның рөлін сомдап, 2009 жылы «Сіз кімсіз, Камырза» фильмінде, кейіннен «Гаишники», «Рывок», «Весь мир у наших ног», «Аға», «Квартира», «Тендер», «Брат или брак» және «Тамирис» фильмдерінде көрерменге түрлі кейіпкерлерді таныстырған болатын. «Рекетирдің» екінші бөлімінде бой көрсеткен Әсел Сағатованың фильмдер тізімі 2002 жылдан басталады. «Рекетир» фильмінен кейін «Прыжок Афалины», «Охота за призраком», «Подружки», «Ход конем», «Мотылек», «Районы», «My Love is Айсулу», «Бишарашки» фильміне түсті. 2013 жылдың басында Алматыда Әсел Сағатова атындағы модельдік мектеп ашылды. Евразия арнасында «Қайырлы кеш Қазақстан» шоуының жүргізушісі болды. Және 2 жұлдыз телешоуына қатысты.
Қазіргі таңда жастардың крашикасына айналған Әсел Сағатованың желідегі позитивті видеосын көрген боларсыздар. Соңғы фильмдері Бишарашки, Тахия. Актриса түскен «Научи меня жить» атты туындыны осы жылдың соңында үлкен экраннан тамашалай аласыздар. Өз атымен біршама фильмде ойнаған келесі танымал актеріміз Жан Байжанбаев, кеңестік және қазақ кино актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Кинодағы дебюті «Невеста для брата» фильмнен басталған актердің жасы сол сәтте небәрі 18-де болған. Көрермен көзайымына айналған әрекеттерге дейін Жан Байжанбаевтың қорында 25-тен аса фильм болған. Қазіргі таңда бұл тізімде 71 кино туынды тұр. Ең танымалдары «Каникулы в Таиланде», «Бизнес по-казахски», «Моя чужая», «Той любой ценой», «Әкім» және «Күшік құда». Өткен жылдың соңында Жан Байжанбаев түскен «Ағашки по вызову 2» және «Партия», «Мальчик на побегушках» толықметражды комедиялық фильм жарыққа шықты. Жанның серіктесін сомдаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Меңтай Өтепбергенов 1946 жылы дүниеге келген. Ол КСРО-ның 13 киностудиясында 47 картинада ойнаған, 17 ұлт өкілдерін сомдап, анимациялық фильмдерді дауыстаған. Шамамен 40 жыл бойы марка жинаумен айналысқан. Халықаралық филателиялық көрмелердің 5 алтын медалін иеленді. Эрлангель қаласындағы Германияда кинофилателистер клубына мүше болды. Маркалардағы әлемдік кино тарихы кітабының авторы. 70 жасқа қадам басқан кезінде 2016 жылдың 5 ақпанда өкпенің қатерлі ісігінен көз жұмды. Басты кейіпкер Саянның әкесін сомдаған Төлеубек Аралбай, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет парасат орденінің Астана медалінің иегері. Темірбек Жүргенов атында Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының драма және кино режиссурасы факультетін бітірген. 1981 жылдан бастап үлкен экрандарда ойнаған. Рекетер фильмінен кейін Алдар көсе, Ликвидатор, Сердце мое, Урановый тайфун, Жас ұлан, Одноклассники, Жау жүрек мың бала киноларына түскен. Актер 2022 жылдың 20 қаңтарында 71 жасында дүниеден озды. Саянның ең алғашқы тапсырмасы Абу болғанын білесіздер. Абудың рөліндегі Болат Қалымбетов актер, режиссер және сценарист. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Бүгінде жасы 68-де. Соңғы түскен фильмдері «Коллективный иммунитет», «Обучение Адимоки». Шытырман оқиғаны басынан өткізген Саянның екінші бөлімі әрі қарай жалғасын тапты. Ол кинодағы актерлар жайлы білгілеріңіз келсе, осы шығарылымның астына екінші бөлімде пікір қалдырамыз. Құрметті көрермен, сіздерге қызықты әрі пайдалы ақпарат жеткізе алдық деген ойдамыз. Келесі шығарылымда қандай фильмнің актерлік құрамы жайлы білгілеріңіз келеді, пікір бөліміне жазып кетіңіз. Біз сіздердің әрбір пікірлеріңізбен танысатын боламыз. Ендеше келесі шығарылымда кездескенше. Полнилось. Мама жалко. Плакать будет. О, становится холодно. Сейчас я закрою глаза